Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, тіл ғылымы каналында мұғалімдерге көмек айдарымен оқыту тәсілдерін ұсынған болатынбыз. Және біз өзі кері байланыс жасап, өзінің оқыту сабақтарында осы тәсілді пайдаланған әріптестеріміздің сабақтарында ұсынып жүрміз. Бүгінгі біздің видеомызда әліппе деген тәсілді студенттердің әдістеме сабағында қалай қолданғандығы туралы болады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, және тіркелмесеңіздер каналымызға тіркеліп қоюларыңызды сұраймыз. Әдіс әліппе әдісі деп аталады. Бұл әдіс бойынша біз бәріміз қазақ әдебиеті сабағында осы күнге дейін өткен барлық материалдарымызды қайталайтын боламыз. Ол қалай? Сіздер қазір маған 10 адам ортаға шығады, 2-2-ден бірігіп барлығы 5 топ құрады. Сөйтіп менің қолымдағы мына қағазды суырады. Онда тек бір ғана әріп жазылған. Мысалы, А әрпі түссе, сол А әрпінен басталатын әдебиетке қатысты терминдер немесе кейіпкер аттарын атауларыңыз керек. Көп Сәкен Сейфуллин, Салима Саққұлақ ертек кейіпкері, Сәбира әпкедегі Сұлу шаш, Сәбит Мұханов, Сұлтан Қожа, Майыл Қожалы, Сұлтан Махмұд Томиров, Сейсенбай, Сәрсенбай синтез. Общий 12. Бір сізде ділді диалект денеді. Даудың басы дайрабайдың күксері, дерді сәлин, тарих, дуанелығы. Дастан, бұлар дауғандайлы, Оспанбек, Аймауытов, Жамал, Жаңғыр, Жұбанов, Жусәл Исі, Жиембет, Жырау, Жоқтау, Жыршы, Жесіз күнде Жарығай, Жиренше, Жібек, Сағи Жиембаев, Жар-Жар, Жүйрек, Жалмауыз, Желаяқ, Жапандағы Жалғыз үй, Сәкен Жүнісов, Жеңіс күні, Жылқышы, Жүсіп баласы 22. Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға ұсынылған әліппе әдісін қолданудың тәжірибесі болды. Бізге өзінің кері байланысқа шығып, өзінің сабағынан үзінді ұсынған әріптесіміз Шолпан Гайдарқызына және 301-ші қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттеріне алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.